Баршаңызға сәлем. Сіздің рационыңызда йод жеткілікті ме? Жалпы күнделікті йодты йодталған ас тұзынан алуға болады. Яғни 5 грамм тұзда 150 микрограмм йод бар. 5 грамм дегеніміз үлкен ас қасық болып табылады. Яғни бір үлкен ас қасық біздің бір күндік йодымыздың мөлшерін құрайды. Оны сау адам күніге тамақтан, яғни тұздан ала алады. Ал артериялық гипертензия, жүрек аурулары, бүйрек аурулары және қант диабетімен ауыратын адамдар бұл йодтың тәуліктік мөлшерін ала алмайды. Өйткені оларға тұзды 2-3 граммға дейін азайту ұсынылған. Сондықтан артериялық гипертензия, жүрек, бүйрек аурулары бар және де қант диабетімен ауыратын адамдарға йодты қосымша қабылдау қажет. Негізгі йодтың көзі теңіз және мұхит өнімдерінде болып табылады. Әсіресе теңіз балдырлары, теңіз балықтары, сонымен қатар сүт өнімдерінде де йод бар. Біздің Қазақстан эндемиялық аймақ, яғни йод жетіспейтін аймақтың бірі. Өйткені біз мұхиттардан шалғай және де бізде таулы аймақтар көп болғандықтан біз эндемиялық аймақ болып табыламыз. Және балық өнімдері және сүт өнімдеріне аллергиясы бар адамдар міндетті түрде йодты қосымша қабылдау қажет. Қандай йод қабылдау керек? Ядомарин және ядофол деген таблеткаларды аптекалық түрлерін қабылдауға болады, немесе калий йодиді деген сұйық түрлерін қабылдауға да болады. Бірақ таза йодты қабылдамаған жөн, өйткені олардың жанама әсерлері өте көп болып табылады. Жалпы йодтың тәуліктік мөлшері 1 және 8 жас аралығындағы балалар үшін 90 микрограммды құраса, ал 9 жас пен 16 жас аралығындағы балалар үшін 120 микрограммды, ал 16 жастан жоғарыларға 150 микрограммды құрайды. Ал жүкті әйелдер үшін 220 микрограммды құраса, ал емізетін әйелдер үшін 290 микрограммды құрайды. Жүкті әйелдер үшін және емізетін әйелдер үшін йодтың маңызы өте зор. Өйткені ол кішкентай баланың орталық жүйке жүйесінің және қалқанша безінің жұмыстарын реттейді. Егер видеом пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.